Қайырлы күн, менің гүлсегіш достарым. Міне мен сіздерге алдында 30 мартта түсіріп көрсеттім. Фитильный поливке қойдым, үлкендеу горшокке деп, на женский счастьем. Міне қазір бутон беріп жатыр. Күлтеше деп айтты деп жазып еді біреу маған. Күлтеше беріп жатыр міне. Жапырақтары үлкейіп, өсіп, міне сол 30 мартта құйған суым фитильныйға қойған. Міне бүгін 16 апрель. Сонда 16 күнге жетіп тұр ма? 16 күнге жетіп тұр. Міне 16 күнің почти 3 апта, 18 күн бе? Соған дейін мысалы беспокоить етіп болады. Уже қарамай кеуіп қалды, нетіп қалды деп, все время дымқыл болып, өзінің тартып алғанынша суды алып тұрады. Мен соны сіздерге көрсеткім келді. Міне до конца суын сорып, бәрін ішіп болды. Енді бүгін су құйып қоямын астындағы. Мына горшогіне су құйып қоям. Ішінде фитилегі бар, сонымен суды тартып тұрады. Енді мынау фикус бенжаминім қараңыздар, қаншама мелкий, міне жапырақтарын беріп жатыр. Жаңадан жапырақтарын беріп, міне новый жапырақтары шығып, көрініп жатыр ма? Новый жапырақтары шығып, уже өсіп жатыр. Енді қазір тағы да су құйып қоямын да. Қойып қойып солай енді. Сосын неше күнге жетеді. Тоже сондай ғой, енді 10-15 күнге жетіп тұр. Бәрінен де менің женский счастьем күшті болып өссе екен, большой, андай не болып өссе, густой болып. Вообще күшті. Даже қыздар мандай неде жоқ. Кеуіп қалған болады ғой, ана кеуіп қалған. Кеуіп қалған да жоқ. Жапырақтарының ұштары кеуіп бір сондай болады ғой. Мына фитильде тұрған бұларға жақсы болып тұр. Жалпы. Так, осы қазір су құямын. Мынау вообще астынан даже тамыр шығып кетіпті. Фикусым астынан даже тамырлар шығып кетіпті. 30-ында ектім, сонда 15-16 күнде көрдіңіз бе, астында тамыр қалай шығып кетті. Ана фитиль су тартып тұрған. Қыздар фитильге қойыңыздар, күшті болып өседі, жайқалып. Міне суын құйып қойдым. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока. Көрсетейін дегенім осы. Өте керемет дүние. Пайдалы болса, менің каналыма жазылып, подписка жасап, комментарий жаса кетіңіздер.